Сәлем достар. Мен бүгін сіздерге өзім қыздармен кездесуге бара жатырмын. Бұрынғыдан бері көрмеген 5 емес 4-3 жылдай болған подругалармен бірге институтта оқыған, медицинскийде оқыған подружкалармен кездесуге бара жатырмын. Соған балалардың бәрін ұйықтатып қойдым. Күйеуіме тастап кетіп бара жатырмын. 1-2 сағатқа кездесіп, чай ішіп, сөйлесіп келеміз. Қазіргі заманда бір-бірімен кездесу өте қиын болып кетті. Қандай телефон болса да, интернет болса да, былай сөйлесе береміз, бірақ кездесіп, сосын кездесеміз деп жүріп, кездеспегенімізге сонымен 3-4 жыл өтіп кетті. Соған бір-бірімізге бүгін кездесуге шештік. Сол сіздерге мен қалай дайындалам, жалпы қалай боянам, не кием, соны көрсеткім келеді. Егер мүмкіндік болса, олар рұқсат берсе, сол жерде қыздарды да түсіріп алуым мүмкін, егер олар қарсы болмаса. Солай ал кеттік, боянып бастайық. Бірінші камуфляж Essence деген компанияның камуфляж деген кремін жағамын. Ол консилер. Жаңағы бетіңіздегі бұрынғы прыщиктің орындары болса, немесе тағы да жағып көрсеткім келмеген нәрселерді жабатын тональный крем десем де болады. Консилер білетін шығарсыздар. Айтатыным, қанша өмірде уақыт жоқ болса да, бала болса да, қазір деген әркім өзінің жұмысы бар дегендей. Бірақ достармен де кездесіп тұрған дұрыс. Өйткені көңілімде бөлінеді бір жағынан. Мысалы, біз ол қыздармен медицинскийде білесіздер, ұзақ оқимыз. Соған байланысты көп жыл бірге оқығанбыз. Сосын әркім өзінің семьясы болды. Одан кейін әркім өзінің жұмыстарымен бөлінісіп кеттік. Бір Алматыда жүрсек те, мысалы, кездесе алмаймыз. Сол сияқты енді басымыз қосылып жатыр, соған қуанып жатырмын. Және де мен қазір бетіме тональный крем жағам. Негізі мен мынандай бьюти блендерім бар, бірақ тональный крем менде буржуа компаниясынікі. Ол тональный кремнің жақсы жері, бұл менің бетім жирная кожа дейді, ол майлы бет болып саналады. Сондықтан ол майлы бетті жақсы майдың бәрін ұстап тұрады, оны жылтырлап тұрмайды да бетің майымен. Сол жері жақсы. Сосын бетіңде андай шпаклевка тұрған сияқты маска болып тұрмайды. Бетің өте табиғи, естественный дейді, орысша айтқанда солай болып тұрады. Тональный кремді жаққан кезде ешқашан мен бұрында бір қателіктер жасайтын. Мектеп кезінде және студент болып оқып жүрген кезде тональный кремді тек бетімде, мысалы, прыщик бар немесе безеу бар жерлерге ғана жағып қоямын да, сол жер көрінбесін деп, бетімнің басқа жерлеріне жақпайтын тұғым. Ең үлкен қателік, өйткені ол жерде тек қана тональный креміңіз әппақ болып тұрады, басқа беттеріңіз қара болып тұрады, немесе басқа түс болып тұрады. Ол өте әдемі көрінбейді. Тональный крем жағам деп шешсеңіздер, бірден бүкіл бетке жағу керек. Сол кезде жақсы болып тұрады. А егер сіз әр жерге жақсаңыз, бетіңіз деген неше түрлі түс болып тұрады. Бір жері ақ, бір жері қара, бір жері қызыл болып сондай болып тұрады. Коррекция арналған қарындашым бар, Жаденікі. Жаде фирма. Оның бір жақсы жері, мына жағында щеткасы бар, қасты тарайтын. Екінші жағында тарап форма беретін. Екінші жағы карандаш. Мен қасым өзінің формасын ұстамайтын қасты. Жерге түсіп кетеді, біреуі көтеріліп кетеді. Сол үшін ол форма беру үшін мен ондай қасқа арналған туш жағам, қоңыр түсті. Бірінші. Шақ, бізде жаңағы қалған жерлер бар ғой, мына жерлерді бояймыз. Бояған кезде бірінші ортасынан бастайсыздар қастың. Ешқашан қастың басынан бастамаңыздар, өйткені табиғи қасқа ұқсау керек та. Ол кезде біздікі ұқсамай қалады. Егер басынан бастасаңыздар қастың.
басына сәл ғана жасаймыз. Мына қасқа да сүйтеміз. Мына жерде шаш жоқ жерлерді жаймен деп. Қарындашпен жұмыс істеу өте қиын. Өйткені бұл бір қате кетсе, қатты бояп жібереді да, сіздің қасыңыз әдембес болып қалады. Қатты боялып кетеді. Сосын ар жағымен мынандай щеткамен қасты жаңа жаққан қарындашты бір-бірінен араластырамыз. Қатты қасты бояған білінбей тұру үшін. Қазіргі талап бойынша қанша боянсаңыз да, макияж без макияжа дейді ғой, макияжыңыз ешқандай көрінбей тұру керек. Сіз өмірде сондай қасыңыз сондай сияқты, бетіңіз сондай таза сияқты тональный крем жасасаңыз да, сондай болып тұру керек та, ешқандай білінбей тұру керек. Көз макияжда мен ең жақсы көретін жерім и ең қиын жері. Маған келісетін шығарсыздар. Өйткені көздің дұрыс макияжын жасау әркімнің қолынан келе бермейді. Және де ендігі біздің шаг жасайтын. Ал мен тендерімді болдым, жағып қоңыр бітеммен болды. Енді мен көзіме подводка жағам. Подводка менде жидкий болады. Жидкий подводки, кәдімгі ең қарапайым түрін жағам. Ал кеттік. Сіздерге ештеме көрініп тұрған жоқ сияқты. Мен бетіме пудра жағам, шамал Жаденнің пудрасы. Номері жазылмаған ба? Ондай түсті. Пудраның негізі шамал түсі қоңырлау, қаралауын алған жақсы көремін. Андай әппақ пудралар ұнамайды маған. Әппақ пудралар бетінің маска ұқсап. Өзінің түсіне ұқсайтын сондайды алу керек. Енді сіз әппақ қыз болсаңыз қарасын алмайсыз, енді өзіңіздің түсіңізге ұқсайтынын алу керек. Ол өте маңызды, өйткені пудра бетіңізде білінбей тұру керек. Мен макияжым күндізгі десем де болады, өйткені менде жұмысқа барған кезде осындай подводкамен ғана жасаймын, бірақ тен жақпаймын. Қасымды да осылай оформлять етем. Сол, егер қыздар рұқсатын берсе, қазір сол жүрген кезде түсірем подружкалармен бірге. Егер қой түсірмей қой деп жатса, онда болды осымен. Привет!